Қайырлы күн, құрметті, қымбатты менің оқырмандарым, каналымның қонақтары. Менің есімім Гүлнар. Тоқыма әлемі қазақша МК каналының авторымын. Көптеген сұраныстар бойынша орысша, ағылшынша, испанша, арабша, түрікше материалдар көп, бірақ қазақша материал әлі де жеткіліксіз дегендіктен қазақша YouTube канал ашып, сол жерде өзім жұмыстарымды шамам келгенше салып жатырмын. Негізгі жұмыспен қосып, негізгі жұмысым өзім қызметім мұғалім, ұстазбын. Енді қараңыздар, бәріңізде де үйде осында егер тоқымашы болсаңыз, қалдық жіптер бар, кішкене үзік қалдық жіптер бар. Мен бұл жерге әкелген жоқ, мен өздеріңіз түсінесіздер. Содан осындай әдемі кішкентай көбелектерді жасауға болады. Бұл көбелектер не үшін? Кез келген балаларға арналған, немесе өзіңізге арналған бұйымдарды әшекейлеп сәндеу үшін ортасына моншақтар қойсаңыздар болады. Менің каналымдағы солнечный сарафан деген видеоны, қысқа видеоны қарасаңыз, сол жерде көбелектерді қойғам. Негізі ол сарафанда маған жіп жетпей жатып, сары жіп жетпей қалып, соны осындай ақ жіппен жеткізгенім бар. Инстаграмда стористе өзім бөліскем. Инстаграм парақшама осы видеоның астындағы сілтеме бойынша өтсеңіз болады. Енді бұған қандай жіп керек, қандай ілмек керек, ілгек керек, оны өзіңіз неге қарап, жіңізге қарап таңдайсыз. Мен Bonita'ны алдым. Bonita деген бұл жерде 100 грамда 300 метр, соған 2,5 ілгекті алдым. 3 көбелекте сол жіптен тоқылған. Енді бір жіп болса да, оның түсіне қарай қалыңдығы әртүрлі болуы мүмкін екенін білетін шығарсыздар. Міне қараңыздар, енді бастап көрейік. Бұның сызбасын, бұл көбелектің сызбасын өзім қолмен сыздым. Видеоны негізі орыс қыздардан көріп тоқыдым, бірақ сызбаны өзім қолмен сызып, осы видеоның бас жағына қойып кетемін. Енді қараңдар, бұл жерде шартты белгілерде көрсетілген айтпақшы. Енді бұл көбелекті тоқу үшін біз не істейміз? Бірінші, мынандай сырғанаған деп атайық, скользящая петля дейді, амигуми дейді петля, сырғанаған ілмек дей берек. Мына қараңыздар, жіпті аласыз, мына сұқ саусағыңыздың үстіне қойып, астынан шығарып айқастырасыз. Мына былай алдық. Енді мына ілгекті, мына қысқа жағын астында тұрған жіптің астына кіргізіп, үстіндегіні былай іліп аласыз, шығарасыз. Енді осы жерде бекіту керек. Мына жақтан қайтып аласыз да, бекітіп, бетіп қоясыз. Бекітіп. Енді бекітіп қойдық ілмегімізді. Енді бұл жоғары қарай 8 ілмек тоқимыз, шынжыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Меніңше тығыздау тоқи беріңіз. Көбелек бос бұлжырап тұрмау керек. 8 ілмек, шынжырдан 8 ілмек тоқыдық. Енді 1, 2, 3 деймізді. 3-ші ілмекке біз пико дейді. Мына 3-ші ілмекке ілгегіміз кіргізіп, шығарып, осы жерде орамы жоқ бағанша тоқимыз. Пико пайда болды, мынандай дөңгеленген ұшы қанаттың. Енді бұл жерде 2-3 орамы бар бағанша тоқимыз. 2 рет. 1, 2, 3. Біз қазір сол қанатын тоқып жатырмыз. 3 орап алдық. Енді осыны тоқимыз. Кезекпен біріншісін өткізіп аламыз. Екіншісін өткізіп аламыз. Үшіншісін өткізіп аламыз. Және аяқтаймыз. Тағы да 1, 2, 3 рет. 1, 2, 3 аяқтаймыз. Енді 2 рет, аралар, мына жерлері кең болмау керек, сәл тығыздау. Енді 2 рет, 2 орам бар бағанша жасайсыз. 1, 2, 3. Мына ұшы сәл ұзындау болу керек. Сәл қалдыру керек мына жерде ұшына. Өйткені ол кейін мынандай мұртшасы болады. Тағы 2 рет орам жасадық. Барлығы бірақ қатардан тұрады бұл көбелек. Бірақ қатар тоқисыз. Көбелектің түрі көп, YouTube'да қарасаңыздар, мына 2 рет тоқыдық. Енді 1 орам бар бағанша. Маған именно осы көбелек ұнады көбірек. Осы түрі. Мына 1 орам бар бағаншалық.
Енді орамы бар, жартылай бағанша орамды алдық. Ілмекті бұлай өткізіп алдық. Енді мынаны бұлай бөлек, екеуін бөлек өткізбейміз, үшеуінен бір-ақ өткізіп аламыз. Болды, мін, қараңыздар. Мына қанат пайда болды. Енді астындағы екі қанатты тоқимыз. Ол үшін екі шынжыр, петли подъема дейді. Одан кейін бір орам бар бағанша. Одан кейін екі рет, екі орам бар бағанша, екі рет. Одан кейін тағы бір орам бар бағанша. Және жаңағыдай сәл тартып қойдым, мен мынауымызға қысқалау болып тұр. Кетіп қалмасын деп тартып қойып жатырмын. Енді екі шынжыр және мына ортасынан орам жоқ бағанша. Мына жарты көбелегіміз дайын. Көбелегіміздің жартысы дайын. Енді келесі жартысын дәл осы мына жақта, сол жақта қалай тоқыдық, оң жағына да сол қайталаймыз. Енді екі шынжыр, екі воздушный петли дейді орысша. Қазақ қыздарда воздушный дегенді көбірек түсінеді екен. Міне бір орам бар бағанша, бір рет, екі рет, екі орам бар бағанша, екі рет, енді бір рет, бір орам бар бағанша, және екі шынжыр, неміздің астындағы кішкене қанаттарын бекіту үшін. Міне. Бұл жерде де бір мынандай бай ұзын шағып шығаруға болады. Енді оны фантазия егер соған жетсе, өзіңіздің шеберлігіңіз жасай бересіз. Мен сәл тартып қойып жатырмын, мына жіп кетіп қалмасын. Енді мынаны қайталаймыз. Бірінші не жасадық? Бірінші біз жартылай орам бар, жартылай бағанша орам алдық, өткізіп алдық. Үш жіптен бір-ақ өткіземіз. Үш ілмектен бір-ақ рет өткіздік. Енді бір орам бар бағанша кәдімгідей. Екі рет, екі орам бар бағанша. Екі рет. Мына көбелектерді жаңа тоқыдым мен сіздерге. Түрлі түсті болу үшін. Так, мына екі рет. Енді тағы да екі рет біз үш орам бар бағанша тоқимыз. Мен мынау көрдіңіздер ме, сәл кеңдеу қалды. Негізі бірдей болу керек. Екі рет тоқып алдық. Енді екі рет тоқып алғаннан кейін біз не жасаймыз бұл жерде? Пико жасаймыз. Бір, екі, үш шынжыр алдық. Енді үшіншісіне қадап, так, бір, екі, үшіншісіне қадап, бағанағыдай пико жасаймыз. Енді астына қарай 5 шынжыр жасауымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5. Енді мынау барлығы бір осы бағанағы сырғанаған ілмектің астына болып жатыр, өрнектің бәрі. Сол жерден кіргізіп, іліп алып, орамы жоқ бағанша аламыз. Көбелегіміз осылай шықты. Енді мынау жаңа бос тұрған ең алғашқы жібіміз бар. Соны бұлай тартамыз мейлінше. Енді әрине кішкене тез қалады, өйткені жабыс қалмау керек. Көбелегіміз мына тарттық, мынада кішкене тез қалды. Бұл жерге вышивка жасайсыз, немесе моншаққа да қойсаңыз болады, менікіндей. Мен сарафанымнан көріңіздер. Енді мына жіпті не жасаймыз? Мынау қалды ғой, жаңағы біз іліп алдық қой. Енді бұл іліп алған жіпті біз мына жерден бүйтіп кесеміз. Және бұны былай мұны неден өткізіп аламыз мына жерден. Так, өткізіп алдық. Енді не жасаймыз? Енді мына жібімізді, мынау жаңағы өткізіп алған, арғы бетке өткіземіз артына қарай.
Ал мына артында тұрған ең бірінші жіпті, оны керісінше біз арт жағынан алдына қарай өткізуіміз керек. Мына. Енді не істейміз? Енді осы екеуін алдында тұр, артында тұр. Осы екеуін біріктіріп байлаймыз бір-біріне. Осы біздің мұртшаларымыз болады. Байладық. Байладық. Тартып қойсақ болады. Бекітіп мына. Енді бұл мұртшаларды былай алдына қарай, жоғары қарай шығарасыз. Бұл жерде не істеуге болады? Бұл жерде мен мына жерде қараңыздар. Мына мұртшалардың ұштарын мынаны байлаған жоқпын, сол күйі қырқып ала салдым. Мына жерде былай ұштарын байлап қойдым. Мына жерде сәл ұзындау болып бара жатқасын, 2 рет байланып қалды. Бірінші бірде кесіп алайық. Енді өзіңіз білесіз, егер де ұштарын байлап қоямын десеңіз, байлап қоясыз. Болмаса осы күйінше байлағанда былай да түйін қылып. Мына жерде артық жағын тастаймыз. Енді бұл не жуылмаған, не қылмаған, отпарить етілмеген, сол күйінше тұр. Жуып, кішкене буласаңыз тегістеу болады. Осындай көбелек пайда болды. Осыны сәндеп сіз жаңағы балаларға арналған киімдерге, аяқ киімдерге сән ретінде қойсаңыздар болады. Неше минут кетті, өздеріңіз көріңіздер. Осылай қалдық жіптерді пайдаланып, әдемілеп әшекейлеуге болады. Ал видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Егер ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және міндетті түрде каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоларды күтіңіздер. Шамам келгенше, қолым тигенше осындай видеоларды сіздерге шығарып тұрам. Қош сау болыңыздар.